пловты айтқыздырдым, кедей адамдардың кітапты оқитындығын айтқыздырдым, әдейі жынына тиіп. Түседі, қиналады, өтпейді. Мобилограф жалдайды, СММ жалдайды, басқасын жалдайды, өтпейді. Баяғы Оралхан Бөкей болсын, баяғы Оспанхан Әубәкіров болсын, баяғы Қайлихан Ысқақ болсын, мейлі Мұхтар Әуезов болсын, барлығын шығарамын. Эксперт мынау болмайды десе де, именно осы атады деймін. Шығардық, жарып тастадық қой. Камера, фон, адамның түрі, сөйлегені маңызды емес. Жасым 33-те, бірақ 25-тегі қызға ұқсаймын. Уже халық қызғанғаннан мазақтағысы келіп өліп бара жатыр. Болды, енді мазақтағысы келіп тұрса, біз мазақтағысы келетіндей деңгейге алып баратын бір сценарий ойлап табуымыз керек біз. Бұл триггер. Яғни сен сол ана кісінің айтып жатқан нәрсесін өз-өзіңе рұқсат бере алмай тұрсың, немесе сол нәрсе сенде бар ішінде. Ол сенің айнаңды. Кез келген адам рилсқа шығатын болса, бәрі жарады. Сенің де өмірің кино шығар. Масканы шешу керек. Өтірік мәдениетті болып қажет емес камераның алдында. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен мен Қанат Жаңбырбайұлы, сіздер Кано подкаст каналындасыз. Ал біздермен бүгін қонақта медиа маман, дауыс дикция қою маманы Әлішер Теменов. Әлеке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң. Жалпы енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы мына жеке бренд, жалпы контент төңірегінде тақырып қозғап, сол саланы кеңінен ашатын боламыз көрермендерге. Енді әңгімемізді Әлеке бір қысқаша өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, жалпы өзіңіздің жолыңыз, қалай келдіңіз осы салаға? Өзім Алматы облысы, Ұйғыр ауданы деген әлі бір аудан бар, атауы өзгермеген жер. Өзімде сол бір ауданның атауының өзгергеніне біраз үлесімді қосқым келген, бірақ жас болғаннан кейін бекен жоғары жақтағылар менсінген жоқ. Сол жақта туып өскем, Шонж деген жақта. Албанның жартысымын. Бүтін болмағанымызға шүкір деп жүрміз. Жасымыз 26-та. Бір балам бар, 2 айлық қызым. Сол қыздың несібесі екен, соңғы кездері что-то контентті айырып жүрміз. Контент дегенде просто осы уақытқа дейін қазақтар түсінбеген нәрсені 2,5 жыл бойы, 3 жыл бойы тоқтаусыз жасап келе жатқанбыз. Именно мәтіннің құндылығы, баяғыда мысалға біз қазақ тілінде қаншама нәрсені түсіндік, үйрендік, бірақ ол нәрсенің барлығы ұмытылып қалды. Енді сол нәрсенің барлығында қайтадан жандандырып шығарып келе жатырмыз. Эксперттердің санасына енді ғана тие бастады. Негізінде дауыс қоюдың маманымын. Дауыс қою деген салаға 2013 жыл мектептен кейін сварщикке оқуға түскем. Сварщикте жүріп, наймандар ғой Талдықорғанда, колледжде өңкей наймандар. Бір общагада тұрсаң, наймандар сыйғызбайды, сен жалғыз албансың деген сияқты тұрып кетеді. Албандар өздері наймандар сөз тауып шығып кетеді. Қуыс-қуыстан. Албанмын ғой, мен жалғыз таяқ жей берем. Ішімнен бір ой келеді. Бір күні наймандарға мойындатам сөйлеудің не екендігін. Қазір сөйлей алмаймын ғой, хорошо, мен қазір тұйықпын. Бірақ 3-ші курс болсын, сендердің алдыларыңда басы болып шығам наймандарды деп сөйтіп бір мақсат қойғам. 1-ші курста тұйық болып жүрген бала. Қажеттіліктен туды дейсіз ғой. Иә, өте қажет болды, өйткені наймандар действительно ол жақта қасқыр болды. Кәдімгі көзбен, қулық, сұмдық, қалбан деген биязы халық. Қойдан да жоқпыз ғой. Әбден ауылдағы менталитет, ой балам, ұят болады. Соған әбден жатып алғанбыз. Ана жақта сөйлеу керек болды, басқа вариант болмады. Шүкір, соның арқасында түрлі концерттер жүргіздік. Сваркым қалды жайында. Республикалық шаралар жүргізіп кеттім Талдықорғанда жүріп, облыстық шаралар жүргізіп кеттім, әкімнің алдындағы шаралар, түрлі дебат клубтардың иесі болып та кеткен кезіміз болды Талдықорғанда жүріп 3-ші курста. Тіпті дебаттан әртүрлі байқауларға да қатысып кеттік. Соның арқасы деп ойлаймын, қазіргі күнге жеткізіп отқан. Именно сөйлеу деген салаға, дауыс қою деген салаға алып келген. Енді сваркадан басқа жоғары білімім жоқ. Өзімді былай айтам, оқыған сварщик, оқымаған журналист деп. Қазір сол мамандықты алып келе жатырмыз, шүкір. Әйелім де журналист. Оның да радиоға жұмысқа тұруына себепкер болдық. Именно дауыспен келген кезде. Көптеген оқу орындарында да шақырады. Жаңағындай дауыс қоюдан сабақ беріңізші деген секілді. Барамыз да айтамыз, мен оқымағам. Білімім жоқ. Бізде тек қана көшенің, даланың адамымыз. Далада қай жерде азық бар, сол жерде тамақ жеп, сол жерден үйреніп аламыз да, соны ғана қолданып жүрген адамыз. Шүкір, сол белгілі бір базаны осы күнге дейін жеткізгеннің арқасында, бәлкім диктор деген өзіміздегі белгілі бір мамандық пайда болды, эксперттердің режиссоры деген мамандығым пайда болды, жаңағындай сценарист деген мамандығым пайда болды. Және сол дүниелер қазірге тауып жатқан азығыма себепкер болып жатыр. Қазіргі кезде ол актуалды бағыттар ғой.
және де біз білеміз мына қазір 5 жыл 4 жыл жоғары оқу орны оқығанымен де қазір заман ілгері тез жарық жылдамдығымен дамып жатыр. То есть маркетинг ол бүгін бір күнде ол бір орында тұрмайды. Қазіргі кезде енді біз жеке бренд бәріне маңызды, кәсіпкерлерге де эксперттерге де. Сол тұрғыда ең бастысы видео контент, ол контентті қалай түсіру, мәтінді қалай жазу. Осы жерден де жалпы сізді мына танысып бір сіз туралы танып жатқанның бір себебі сол сіздің мана эксперттеріңіздің атқан роликтеріңіз арқылы осы мәтіннің артында кім тұр дегенде жаңағыдай қазір желіде бір шулап жатқан Ақбота Ануарбек деген эксперттің көптеген жаңағы тексттерінің барлығы сіздің жұмысыңыз екен. Яғни көп адамдар қазір қаншама хейт болып жатыр дегенмен ол хейттің артында жаңағыдай белгілі бір мүмкіндіктер ашылып жатыр. Енді осы тақырып кішкене кеңінен тағы бір ашқымыз келіп тұр. Жалпы контент туралы айтып кетсеңіз, қазір біз жеке бренд десек, ол контентқа келіп тіреледі. Контент рилсқа келіп тіреледі. Ал рилс ол мәтінге келіп тіреледі. Өнімді сату десек те артынан келіп бәрібір де контентке келіп тіреледі. Бәрібір де контенттің жармасы өкінішке орай ештеңке сатылмайды. Енді Ақботаның шығарған сол бір жасым 33 немесе плов деген сөздердің барлығында қазір шүкір біраз кәсіпкердің өнімдерінің сатылуына үлес қостым деп ойлаймын. Өйткені қаншама кәсіпкерлер, қаншама анандай компаниялар сол звукты пайдаланып, менің жасым 25-те өйткені мен DTX қолданамын, немесе 25-те сезінгің келсе Жак автокөлігін деген сияқты неше түрлі компаниялардың мен де қолдадым өзім жасанды интеллект бағытында. Өте көп кісілер қолданып жатыр екен. Немесе CapCut'та просто сглаживание соңына дейін жіберетін болсаң жасың 25-тегідей ұқсайды деген секілді нелер пайда болып жатыр. Просто бізде мынандай дүние болған. Бізде 2015 жылға дейін халық динозавр болған, және одан кейін де динозаврымыз негізінде. Просто біз 2015 жылдарға дейін мынау камерадағы жүрген немесе көгілдір экранның артындағы жүрген адамдардың барлығында клоун көрдік. Халық жаппай біз оларды клоун көрдік. Актерскийға оқуға түсейін. Ой, уж болды, сен сайқы мазақ боласың деп түсінетін. Бірақ уже 2016 жылдан бастап белгілі бір Instagram деген дүние қатты дами бастаған кезде халықтың өзі сол видеоға түсуге, сол көгілдір экранға көрінуге тәуелді болып қалды. Қазір кім телевизорға шығады, бітті, уже оның ауылындағылардың барлығы да қошеметтеп, саған анау атақты болып кетіпті. Бұрын телевизорға шығып көрші, ойбу, сайқы мазақтың ең жоғары деңгейіне дейін шығып кететінсің. Сол кездерде халық жаймен уже ауыса бастады, контентке келе бастады, бірақ контенттің не екендігін түсінген жоқ, өйткені білім жоқ болды. Уақыт өте келе ішіндегі духы бар, сөзі бар адамдар әйтеуір қыстырылып отырып түк білмесе де шығып кетті, әйтеуір бір жолдарын тауып алды. Түйсік қой енді ондағыда. Мысалға блогерлер әртүрлі вайндар түсірді, Сека Вайнс бар, Жека Фадберли бар мысалға. Олардың барлығында IQ өте жоғары жігіттер негізінде. Мүмкін сол бір мықты ойлана алғандығының арқасында шығар, камераны действительно олар мықты деңгейде қолданып кетті де шығып кетті. Қалған эксперттер енді именно инфобизнестағы өнімдерін, нақтырақ айтқанда ауа деңгейіндегі курстарын сату барысында қатты қиналды. Өйткені камера деген ол таңсық нәрсе. Ол бұрын камераға тек клоундар түсетін деп жүрген адам бүгін өзі тәуелді болып соған түсіп өнімін сатуға мәжбүр болып тұр. Түсет, қиналады, өтпейді. Мобилограф жалдайды, SMM жалдайды, басқасын жалдайды, өтпейді. Неге? Өйткені ол адамның миында түйсік жоқ болып тұр да. Так, мен қазір мына видеода именно былай айтатын болса, менің өнімім сатылады деген нәрсе жоқ. Ол ойлайды, так, камераны қойды, түсіріп алдық дейді. Не түсіріп алдың? Оның ойында ештеңке жоқ. Түсіріп алдық деп ойлайды. Так, мен шығамда қазір сіз өніміңізді сата алмай жүрсіз бе деп бастап шыға салуы мүмкін. Тәте, өкінішке орай өйтіп айтқаның өтпейді. Нәтижеге емес процеске мән береді дейсіз ғой. Баяғы Оралхан Бөкей болсын, баяғы Оспанхан Әубәкіров болсын, баяғы Қайырхан Ысқақ болсын, мейлі Мұхтар Әуезов болсын, мәтіннің басында кіріспе дегені болады, негізгі бөлім дегені болады, қорытынды дегені болады. Камераға түсу де дәл сондай процесс. То есть біздің видеодағы айтып жатқан сөзіміз алғашқыда таныстырудан, нақтырақ айтқанда кіріспеден, негізгі бөлім, оның ішіндегі негізгі фактіден және де қорытындыдан, сөздің соңғы жағындағы түйін. Содан тұруы тиіс. Эксперттер шығатта тисе терекке, тимесе бұдаққа жібере салады. Өкінішке орай ол нәрсе өтпейді. Енді біз не істеуіміз керекпіз? Айтар сөзімізді хотя бы алдын ала 1 сағат болсын қағазға түсіріп жинақтап алуымыз керекпіз. Немесе көлікте кетіп бара жатсың ба, үйде түнде ұйықтардың алдында әдетте көп контент келетін миға. Сол кезде просто бір WhatsApp-қа біреуге жазасашы, осы контенттің немесе заметкеға жазып қой. Ертесі уже студияға баратын кезде соны кіріспесін дайындап аласың, негізгі бөлім дайын, қорытындысын дайындап аласың. Болды. Басқа түк жоқ.
Ақботаныкін жазар кезде енді Ақбота ханымға мен алғашқыда дауыс қоюдан сабақ бергенмін 1 ай бойы. Ол кісінің өзінің бір келуі де қызық болды негізі маған. Дайректіме бірінші жазды апрель айында. Өзі апрель айында Оралдағы су тасқыны кезеңі, одан кейін Бейшенбаевтың темасы жүріп жатқан кез, марттың соңы, сол бір апрельдің басы. Сол кездерде жазды. Әлішер мырза, давайте дауыс қоюдан сабақ алайын. Бартермен бола ма деп. Жоқ дедім. Екеуміздің де подписчигіміз бір ғой, давайте мен сізге бартер жасап бере салайын лучше. деген сияқты. Ол кісі жынданды. Оңбаған. Қай кезде болса істеді, майда болсайым деген. Майда тұрдым, майдың тура басында бір 3 күнім екен, сразу төлемін жасап, дауыс қоюдың сабағын бастадық. Енді сырттай қараған кезде бір әскери адам сияқты көрінеміз, өйткені шынымен де өзіміз әскер көргеннен кейін бе екен, тәртіп көргеннен кейін бе екен, әбден қинадым ол кісіні дауыс қоюдың саласында. Жүгіртіп қойдым, секіртіп қойдым, аузын айғайлатып сөйлеткіздіріп қоямын. Қиналды жаман. Іштей ойлайды, мынау маған нафиг керек емес қой мынау маған деген сияқты ше. Не үшін маған жаста берсін, не үшін маған скакалкамен секіріп сөйлеп тұру, не үшін маған керек деген сияқты нәрсені айтады. Қазір сол нәрсенің жемісін көріп жүр. Қазір әрбір видеоға түсетін болса, Әлішер мырза, сіз өткенде анау скакалкамен секіріп едіңіз ғой, сол нәрсені қазір қолданып жатырмын деген сияқты ше. Дауыс қоюдан жақсылап тұрып дайындап алдым да, уже видеоға түсетін кезде өзі айтты, так, Әлішер мырза, сізде жаңағы эксперттерді рилсқа шығарыпсыз ғой, давайте мені де бір көріңіз. Шыға ма шықпай ма маған без проблем, разница жоқ. Просто көргім келіп тұр дейді. Тіпті бірінші съемкаға артық киім алып келсе де болатын еді. 40 видеоны түсіремін енді бір съемкада 2 сағатта. Артық киім алып келген жоқ, тек қана бір киім. Енді до того сенімсіздік болып тұрған шығар ол кісіде. Мына видео өте ма өтпей ма деген сияқты ше. Наугад түсіре салдық. Мүмкін ішіндегі 5-6-ын ғана салам деген сияқты ой болған шығар ол кісіде. 40-тың бәрін емес. 40 видеоны түсіріп алдым бір киіммен. Бір фон. Өзгертпеймін фонды. Ол сценарийді алдын ала жазасыз. Алдын ала дайындап алдым я. Жақсылап тұрып алдын ала дайындап алдым, түсіріп алдым да. Жаймен деп бір видеодан салам, 1000 оқырман қосылады. Екінші видеоны салам, 1000 оқырман қосылады. Үшінші видеоны салам, 1000 оқырман қосылады. 40 видеодан бас аяғы 67 000 оқырман қосылды. Бір съемкадан 40 видео шықты. 40 видеоның еш қайсын мен мусорға жібермеймін. Барлығын шығарам. Эксперт мынау болмайды десе де, именно осы атады деймін. Эксперт басында қорқады. Әлішер мына жерде қатты жүрмін. Қайттан қорқасың ба не? Ақша керек па, басқа вариантың жоқ, давай салайық. Керек қой саған десем керек дейді. Давай салайық онда. Сөйтіп сондай бір дүниелерді салдыртудың арқасында енді мәтін жазуды алдын ала дайындап бердім мен ол кісіге. Алдын ала бір шайханаға отырып аламыз да, плотно өсек айтамыз. Ана эксперттерде бір сөздер бар ғой, неше түрлі. Распаковка личности дей ма, бір тағы немене сөздер бар. Бір түрлі бір терминдер бар инфобизнесте. Ешқайсысын қолданбайды екенмін. Не ол распаковка личности деген? Давай лучше өсек айтайық 3 сағат. Сол өсектің аясында мен сапалы өсектеріңді түртіп жазып аламын да, соны өзің айтқыздырамын. Немесе сапалы өсектеріңе сапалы өсектер тағы да өзім қосып жіберемін өзімнің ойыммен. Соны айтқыздыратын болсам, зор тақырыптар шығады, давай айтайық деймін. Ақбота ханым басына түсінген жоқ. Ана бір қазақ байский шалава біреу деп ойлады. Шығардық, жарып тастадық қой. Уже екінші айда давайте, что-то менің продюсерім дым түсінбей жатыр, Әлішер мырза, давайте бізге сабақ беріп көріңіз рилсқа. Қалай жасадыңыз? Текст, мен вообще текстқа ойланып көрмеппін. Оказывается, видео өткеннен кейін, контент өткеннен кейін, жарып тастағаннан кейін бар, бірақ ойланып жатырмын. Оказывается, бұның артындағы тұрған дүние, камера, фон, адамның түрі, сөйлегені маңызды емес. Просто тексттің маңызды екендігін көріп қалды. Мәдие, мама туралы айтқыздырдым жылатып тұрып, папа туралы айтқыздырдым жылатып тұрып, халықты бері қаратып жылытып алу үшін. Одан кейін бар болардың қытығына тию үшін пловты айтқыздырдым. Кедей адамдардың кітапты оқитындығын айтқыздырдым, әдейі жынына тиіп. Соның барлығы да халықтың назарын өздеріне аудартып, сол арқылы өнімін сатуға алып барды. Енді кез келген экспертке, кез келген Инстаграм арқылы өнімін сатқысы келетін адамға бірінші керек дүние ол халықтың назары. Мысалға Бейшенбаевтың темасында бүкіл халық тек қана соған ғана тәуелді болып қалды. ютубты ашса сол, инстаграмды ашса сол, тек қана сол. Оралдағы су тасқынында тағы да сол, инстаграмды ашсақ сол, тиктокты ашсақ сол, ютубты ашсақ сол. Жаңалық көрсетте тек қана сол. Енді бізде дәл сондай пропаганданы өзімізге жасауымыз керек біз. Халықты өзімізге қаратқан кезде бүкіл халық бізге қарайды. Мысалға Ақбота ханымның сторисін просмотр 90 000 қазір. Бұрын 5-ақ мың болған. Енді қазір 90 000 просмотрға ол кісі қандай да бір өнім салатын болса, 90 000-ның мейлі 20% конверсиясы қазір алады деп ойлаймын Ақбота ханымда. Өйткені пропаганда болып тұрған кезде аты өнім сатып алады. 5 000 просмотрдан қарағанда 90 000-ның әлдеқайда күші көп. Өйткені халықтың назарының барлығы да бір жерде, фокусты бір жерге ұстау.
сол фокусты уақыт өте келе біртіндеп жасап бергем. Енді оған да тұрақтылық керек, оған да белгілі бір жүйе керек. Жүйе болмаса өкінішке орай, мысалға таңертең тұрып аламын да, ол кісінің СММдеріне сондай, ана видеоны салыңдар, видео дайын тұр, жіберіп қойдым, таңғы сағат 10 болды, жібер видеоны, кешке салма вообще, кешке жетіде салама, басың жарамесең, адамдар шаршайды кешке қарай, таңертең салып үлгер деген секілді нелердің барлығын өзім ескертіп отырамын. Енді оның барлығы да сол тәжірибе арқылы келген. Таңертең салған дұрыс па негізі? Иә, адамның миы свежий болып тұрады ғой. Кешке қарай адамдар шаршайды, ақпарат қабылдамайды. Біз тұрамыз да именно кешке қарай ақыл үйреткіміз келіп тұрады. Ақылды ешкім қабылдамайды уже. Экспертныйды кешке дұрыс емес дейсіз ғой. Көбіне развлекательный контентті кешке қарай салса болатын шығар. Бірақ жаңағындай ақыл үйрететін контентті таңертең салып қою керек. Кешке дейін әйтеуір өзі бір тисе тереке, тимесе бұтаққа әйтеуір көтеріліп бір жерге жетіп алады да, кешке қарай өзінің қатарластарымен осып кетеді. Кешке қарай салатын болса, тұрады болды. 2000 просмотрдан аспайды, 58 лайк, бір тал комментарий тұрады, огоньның суреті, басқа түк жоқ деген сияқты ғой. Сондай. Енді мына жерде кішкене тереңірек үңілсек, жалпы контент деген мысалға дәл осы кейсті алатын болсақ, оның сондай танымал болуы, жаңа кез келген барлық танымал блогерлердің бәрі соны қайталап жаңағыдай пародия жасауы негізінен оған алып келген халықтың негативі. Былай қарайтын болса, хейт. Яғни сенің түрің 33-ке ұқсамайды, сенің түрің қайдағы 23, сен деген 40-сың ғой, 50-сің ғой деген сияқты. Немесе плов деген жаңағыдай оның кітап оқымасам бір неше түрлі бір қызықты триггерный заголовоктар болды ғой. Енді оған біз жаңағы эмоцияны былай мына бетіндегі жаңағы көріп тұрған көріністі картинаны бүйтіп алып тастап, ар жағында бір құрғақ бизнес ретінде қарайтын болсақ, бізге не керек? Бізге нәтиже керек, бізге жаңағыдай подписчик керек. Ақбота ханымның кейсінде мен білуімше бір 100 мыңнан жоғары подписчик қосылды, 150 мың подписчик қосылды. Яғни ол нақты белгілі мықты нәтиже. Соған осындай бір маркетинг неге қадамға бару керек болды. Енді осыны кішкене ашсақ, то есть адамдарға осы мына негативтің виралды болуы, оның қалай жұмыс жасап тұрған, осыны бір кішкене ашсаң көрермендерге. Жалпы ол қалай жұмыс жасайды бұл механизм? Біз көбіне әйтеуір орыстардың контентін ұрлағышпыз ғой. Бірақ орыс халқының өзінің проблемалары бар, өзінің ұлтына сай. Қытайдың контентін ұрлағымыз келеді. Қытайлықтар түсінетін өздерінің проблемалары, өздерінің ұлтына сай проблемалары бар. Дәл сол сияқты қазақ, өзбек, қырғыз, әр ұлттың өзінің ішінде проблемалары бар. Ол нені жақсы көреді, ол нені жек көреді. Ол неге қызғана қарайды, ол неге мақтана қарайды. Мен сол нәрсеге жатып аламын. Именно қазақ нені жек көреді, соны айтатын болсам, ол видео міндетті түрде пропаганда болады. Қазақ нені жақсы көреді, оны салатын болсам, бүкіл қазақ мені жақсы көріп қалады. Мысалға қазақ нені жақсы көреді. Мүмкін ауыр кетіп қалатын шығар, біріміздің әкеміз қайтыс болды, біріміздің шешеміз қайтыс болды. Әртүрлі жағдайлар бар өмірде, ситуациялар. Именно мен сол кісілерге тиіскім келеді. Бір аунатқым келеді. Камераның алдында. Жылатып тұрып. Бүкіл қазақ тұрады оның астында жылайды комментарийда. Менің әкем сондай еді. Мәссаған, менің әкем ауылда жалғыз ақ көңіл адам еді ғой. Ол әкемнің еңбегі, мен осы күнге дейін әкемнің еңбегін бағаламаппын деген дүниелер көріне бастайды. Бұл қазақтың ең жанды жері, ең әлсіз тұсы. Әлсіздік қой, нақтырақ айтқанда эмоцияға беріліп кетуі. Шеше туралы айтқанда да тура сол, бауыр туралы айтқан кезде де тура сол, қарзаға кіргендегі қиындықты айтқан кезде тура сол. Отбасыда күйеуім мені тастап кетті, немесе күйеуімнің мені тастап кетуіне себепкер осындай бір жағдайлар болды, оның жүргіштігі болды деген секілді дүниелер айтқан кезде, бүкіл уже әйелдер қауымы оған жаңағындай бір немен қарайды, аяушылық сезіммен қарайды. Уже түсінікті ұсталды халық. Енді мен тұрамын да келесі жақтан қазақтың жек көретін тұсы. Нені жек көреді қазақ? Допустим, мен контентте тұрайын да, өткенде 90 миллионға не алғам? Rolls-Royce, немесе Range Rover алғам. Тауға шыққанымды қайтейін, әкең коробкасы шыдамайды екен. Күйіп кетті коробкасы. 2 ступкасы сынып кетті деген сияқты. Соны алып СТО-ға апарсам, СТО-дағылар ауыздарына күйгенді оттап 8 миллион сұрады коробкаға. Бердім, амал жоқ. Өткен көлігім болғаннан кейін, сонша сумаға сатып алғаннан кейін салдым. Deyip мен контентте айтатын болсам, қазақ нені жек көреді? Мақтанғанын жек көреді. Ой, дүниенің артынан қуған.
осындай ақшаның артынан қуып өлесің ба, көрге бірге алып кетесің ба, бір нәрсе то есть қазақ бұл нәрсені жек көреді. Енді болды, осы нәрсені қолдану керек. Қазақтың жек көретін тұсы. Енді қазақ қызғаншақ халық қой. Қызғаншақтығына да тиісу керек. Жасым 25-те, бірақ жасым 33-те, бірақ 25-тегі қызға ұқсаймын. Уже халық қызғанғаннан мазақтағысы келіп өліп бара жатыр. Болды, енді мазақтағысы келіп тұрса, біз мазақтағысы келетіндей деңгейге алып баратын бір сценарий ойлап табуымыз керек біз. Ол действительно өтеді. Біз сол нәрселерді түсініп алсақ болды. Қазақ нені жақсы көреді, қазақ нені жек көреді, қазақ неге қызғана қарайды, қазақ неге мақтана қарайды. Олимпиададан чемпион болып келетін болсақ, мақтана қарап, жоғары қарай көкке көтереді. Жеңілетін болсақ, түсіреді. Бұл қазақтың жалпылама өзіндік бір ұлт ретінде қазақ халқының ғана проблемасы. Оны біз жоғалта алмаймыз. Жоғалтпағанымыз да жақсы. Өйткені біз нан тауып отырмыз сол арқылы. Сондай бір дүниелер бар атында. Жалпы мына хейт деген дүниенің мына өзінің бір психологиялық тұрғысынан қарасақ, мына көбінесе сол мына жаңа кейсті алатын болсақ та белгілі бір уақыттан кейін, мына маркетингта там 15 касание, 20 касание дейді, адам деген бір адамға әңгімесін тыңдай бастап қарсыласады ол дүниеге, бір уақытта оған соңында ол қабылдай бастайды да. Демек, манағы бір орысша бір термин бар да, хейтеры это твои непроработанные фанаты дейді. Демек, олар шын мәнісінде хейт деген неден туады? Психологиялық тұрғыда ол триггер. Яғни сен сол ана кісінің айтып жатқан нәрсесін өз-өзіңе рұқсат бере алмай тұрсың, немесе сол нәрсе сенде бар ішінде. Ол сенің айнаңды, негізі түбінде біздің өзімізден басқа ешкім жоқ, айналамыз, айнамыз дегенде. То есть ол менің ойымша кез келген мана хейт туғызып тұрған сол Ақбота ханымда басқасы да ар жағында ол в целом ол қайырлы ол фанаттарға, ол хейттарға. То есть бұл жерде ол менің ойымша шын мәнісінде ол ең бастысы ол барлығы ниетке байланысты, және де түбінде ол мысалға кімдер подписка жасалып жатқан, основной аудитория нақты целевой клиенттер келіп жатыр да. Ол кісілер ол картинаның артында не тұрғанын, ол жай ғана бір сіздің мәтініңіз екенін түсініп тұрған адамдар көп та. Дегенмен манағы бір аудитория бар, олар әзірше түсінбей жатыр, бірақ бір белгілі бір уақыттан кейін ол кісілер оның өнімін сатып алуға пісуі мүмкін белгілі бір уақыттан кейін. Немесе ол оказывается мен осымен кезінде келіспеп едім, оказывается ол деген сияқты бір келеді өзінің бір несіне қарай. Сол себепті менің ойымша бұл жерде жаңағыдай бір жаман дүние көріп тұрған жоқпын. Ол просто біз жеке брендке, инфобизнеске кәсіп ретінде қарайтын болсақ, мен өзім жалпы кәсіпкерлікте 14 жылдық тәжірибем бар. Кәсіпкерліктің де белгілі бір психологиясы бар. Оны бөліп жаратын дүние емес. Спортта да, инфобизнесте де, бизнесте де барлық бір психология келіп тіреледі. Психология потребителя, психология контент жасаушының. Демек, сол дүниелер сіздер жаңа іштей уже түсініп, меңгеріп алған экспертсіз, сіз уже соны жаңағыдай практика жүзінде жасап жатсыз да. Енді мына тағы бір жаңағы мәтінмен қатар жеке брендті жүргізуде жаңағы сөйлеу, мәнеріміз, акцентті қоя білу, сол да маңызды ғой. Өте маңызды. Сол туралы бір кішкене қысқаша бір шолып өтсек. Қоғамда әртүрлі адам бар. Қоғамда адамдардың проблемасы әртүрлі. Біреусі тұтығып сөйлейді, біреусі кекештеніп сөйлейді, біреусі сақауланып сөйлейді, біреусінің ырысы жоқ, біреусінің ылысы жоқ. Әр жерінде әйтеуір әрбір түрлі әріптер түсіп қалған. Сол әріптердің біраз адамдыкін жинап бердім шамам келгенше. Осы күнге дейін 17 000 адамға өзімнің дауыс қою сабағымды өткізіппін. Нақтырақ айтқанда сатыппын деп айтайыншы. Ауа саттым деп айтпаймын. Кәдімгі басы бар, аяғы бар, кез келген адам сол сабақты көру арқылы өзінің бойындағы проблемасын түзей алатын өнім сатқам. Қабілет қой. Эксперттердің біразы сол сабақтарды көру арқылы түсініп алды. Мен камераның алдына шығатын кезде тонда мынандай деңгейде көтеруім керекпін, эмоцияны мынандай деңгейде қудырта алуым керекпін, харизманы былай шығара алуым керекпін. Біз ойлаймыз ғой, камераның алдына шықтық, болды, менің ернім ғана қозғалысқа түсіп жатыр. Жоқ. Адамның құлағы қозғалысқа түсу керек, адамның басы қозғалысқа түсу керек, адамның көзі қозғалысқа түсу керек, тіпті адамның мұрны, адамның жан дүниесі қозғалысқа түсу керек. Мысалға, біз жылаған кезде сразу көзден хорошо жасақты. Біз тек ойлаймыз, жылаған кезде тек қана көзден жасағат деп. Жоқ. Мына жақ уже қыза бастайды, жан дүние, кірпік, көз, қас барлығы түседі, шаштың өзі бір мұңая кететіндей бір кез болады. Тіпті құлақтың өзі бір түрлі болып кетеді әсері. Күлген кезде
мынаның барлығы жиырылады да қалады. Дәл сол сияқты сөйлеген кезде де процесс. Допустим, дәу терек. Көз алдыңызға бір дәу терек деген кезде бір құшаққа сиятындай терек елестеуі мүмкін. Енді мен соны тұрамын да, дәу терек деп айтайыншы. Құшақ сыймайтын дәу терек пайда болады. Үлкен терек пайда болады прям. Енді сол нәрсені балалардың тақпағының тілімен алып келейін. Мына жерде бір кішкентай мысық ойнап отыр. Мысыққа қараймыз да тақпақты оқимыз. Мысығым, кел маған, сүт берейін мен саған, ит кеп қалса қорғаймын, көтерейін сен маған деген тақпақ, балалардың кәдімгі садиктегі оқитын тақпағы. Енді соны контенттің тіліне, нақтырақ айтқанда эмоционалды харизманың тіліне қарай алып келейік. Просто бұл жерде адаммен әңгіме айту. Біз камерада адамдарға әңгіме айтып жатқанымызды ұмытпауымыз керекпіз. Демек, мен қазір мысыққа әңгіме айтам. Мысығым, кел оқи маған. Сүт берейін мен саған. Ит кеп қалса қорғаймын, көтерейін сен маған деп мен мысықты аялауым керекпін. То есть ол жай ғана 4-ақ жолдық мәтін болуы мүмкін, бірақ ол жерде адам түсіну керек. Мәтінді кез келген сөзді айтқан кезде артындағы ой адамның құлағына тию үшін сен эмоционалды деңгейде айтуың керексің. Ол қуу керек былайынан. Біз бірдей стандарт ағаш болып қалғанбыз. Ағаштықты сындыратын болсақ, жаңағындай қуатын болсақ, мысалға жаңағы тақпақта кез келген экспертке берейінші, оқымайым дейді, қашады сразу. Оқытам мен оны. Мысал оқытам, проза оқытам, поэзия оқытам. Не үшін? Мәтінде мынандай ирелең деген жыланның знагы болу керек та. То есть біз кез келген тонға түсе алуымыз керекпіз. Қарапайым ғана Джим Керридің мысалға алайық. Джим Керри мысалға мына жерде стакан тұр делік. Енді ол көшеден жаңағындай көлігінің есігін жапты да, бірден бөлмеге келіп, осы стаканды алып, суды ішіп шығып кетсе болатын еді. Бірақ ол дәл осы жерге келем дегенше 1000 түрлі іс-қимыл жасап тастайды. Ол оның багажы, оның білімі. Ол есікті, машинаның есігін жабатын кезде алады да, киімін қыстырып алады әдейі, аяқ киімін байқамай бір теуіп алады, немесе баш бармағы мына жерге келеді, бір темірге тиеді, оң орында тұрады, секіріп ұстап тұрады. Просто мынаны келіп ала салуға болатын еді. Өкінішке орай, ол нәрсе адамдарға қызықсыз екенін біледі да, адамдарға не қызық? Адамдарға сол суды ішкенге дейінгі процесс қызық. Неше түрлі оқиғалар жасайды. Үйге кіретін кезде есіктің қолын саусағын қыстырып алады, немесе төмен қарайды, сығалап келеді, ең соңғы жай қарайды, мынаның үстіне саусағын қарап қояды, бар ма жоқ па іздейді та, әйтеуір бір кезде стаканды алады да суды ішеді. Ішетін кезде де байқамай білмеймін, суды сыртына төгіп алады, қудыртады досконально. Енді Оралхан Бөкейлердің кітабын алып қарайық. Бір сөйлемде бір 50-ге жуық сөз бар. Ең соңғы жағында жатырмыз, төсекте ұйықтап жатырмыз деген әңгімеге алып келем дегенше, ол кісі Алатаудың бөктерінен самға ұшқан қыран құстың қанаты әлі күнге дейін төбеде бір нәрсе. Ең соңында ұйықтап жатырмыз. Ұйықтап жатырмыз деп айтаса, жоқ. Біз ашуымыз керекпіз, түсіндіре алуымыз керекпіз. Артқы жағында, то есть белгілі бір мынандай не болу керек та? Адам, мен мына нәрсені қазір түсіндіретін болсам, халыққа өте жоғары деңгейде түсінікті болу үшін мен былайынан ашып беруім керекпін. Менің харизмам соған сай болу керек, дауысым соған сай болу керек, эмоциям соған сай болу керек. Тыңдап жатқан адамда картина, визуализация елестеу керек көз алдыға. Детальдар өте маңызды. Стаканның сыртында жағылып қалған бір краска бар ма? Айт. Саусағыңмен ұстаған кезде бір ыңғайсыз сезім тудырды ма? Айт. Кружканың, кофе ішетін кружкалар, мысалы кофейняларда саусағын тықсаң бір түрлі бар ғой, бір анаған бір дені сау осы бір ручка ойлап табу керек еді кофейнядағы стакан жаңағыдай нелерге, кружкаларға. Түсініксіз, бір саусағын ғана сияды, екінші саусағын сыймайды. Уже адамның көз алдына визуализация пайда болды. Әлгі мынандай ғана кішкентай шыны, бір саусағын ғана сияды, бір ұстасаң төгіліп кететіндей сезім пайда болады. Еще ыстық кофе. То есть біз көз алдыға детальдарды алып келуіміз керекпіз. Адамдарға сол кезде қызық болады. Адамдарға сол кезде более түсінікті болады. Көріп кетеді өздері. Сразу шығып алып. Сіз өніміңізді сата алмай жүрсіз бе деген кезде, қандай өнім ол? Не қылған өнім? Маған нафиг керегі бар ол нәрсе? То есть біз ашуымыз керекпіз, оның артында өнім қандай екендігін. Сол нәрсені түсіне алмай жатырмыз. Оның ашуға дейінгі эмоцияның қажет екендігін, харизманың соншалықты қажет екендігін, дауыстың түсіп жоғарылауы немесе төмен түсуі, монотонна деген нәрсенің керек емес екендігінің барлығында қазір біртіндеп түсіндіріп жатырмын халыққа. Бұл жерде орысша проявленность деген сөз бар ғой. Бір жерден мен
жарқырау деп Иә. естідім қазақша. Сол сөз маған кішкене жақын. Шын мәнісінде мен айтамын, жаңа әрбір адам, әрбір қазақ ол жарқырау керек, жұлдыз болу керек, иә. Былай қарасаң, біреулер айтады, сен қазір екінің бірі микрофон алып жұлдыз болып кеткен ба, жаңағыдай бір белгілі болып кеткен ба деген сияқты. Ал сізге кім рұқсат бермей жатыр? То есть сізге біз былай айтқанда біз өз-өзімізге ғана рұқсат бере аламыз осы тұрғыда, иә. Біз өз-өзімізге рұқсат береміз, микрофонды аламыз. Және де мына сіз айтып жатқан жаңа басындағы өзіңіздің жолыңызды айтқан кезде де менің түсінуімше сіз бастап ораторлық жолдан бастадыңыз да, яғни сахнаға шықтыңыз, оның барлығы өзіңіздің жаңа күмәніңізді, қорқынышыңызды жеңу, иә. Ана статистикада айтады ғой, мына өлімнен кейінгі қорқыныш социальный страх дейді, яғни біздің біреу не ойлайды, не қарайды. Қазақтың үлкен қорқынышы сол ғой, біреу не айтады, жұрт не айтады, ағайын тума не айтады деген сияқты. Бірақ біз сол қорқынышымызды аттай алсақ, бізге целый мына былай айтқанда әлем алақанымызда сияқты болып көрінеді. Яғни контент, жаңағы Инстаграм жүргіз, мысалы қазір шын мәнісінде мүмкіндіктер бар, иә. Сол біздің жаңағы былай айтқанда жұрт не ойлайды пен менің не қалаймның арасында бір үлкен бір жаңағыдай бір шектеу тұр екен да. Жаңағы осы тұрғыда мен өзім жаңа ораторлық бір-екі тренингтер өткем кезінде, мысалға маған қатты көмектесті. Мен де өзім жаңа қатты тұйық болдым. Бір мектепте жаңа өзімнің бір кругтарымда бір белсенді болатын шығармын, бірақ бір ары қарай шықсам бір жаңа бір таныстықтар жасау үшін біреумен бір сөйлесіп кету, бір жаңа колледжде неде оқығанда бір ортаға кіріп кетіп әңгімеңді айту маған өте қиын болды да. Сол кезде жаңа 17 жасымда бір ана Дейл Карнегидің «Как завоевать друзей» деген кітап қатты маған әсер етті. Оказывается, мынадай бір дүниелер бар екен ғой деген сияқты. Сосын артынан жаңа ораторскийға келген уақытта былай қарасақ ол жай ғана бір навык екен да. Біз оны бізге шын мәнісінде өзімізден басқа ешкім көмектесе алмайды. Бір уақытта біз соған бір қадам жасауымыз керек. Яғни тойда микрофонды алып тос сөйлеуіміз керек, бір ортада атып тұрып таныстыруымыз керек өз-өзімізді. Содан басталады ғой бәрі. Ары қарата осылай камераны қойдыңыз, сторисқа шықтыңыз, прямой эфирға шықтыңыз, иә. Мысалға, бір белгілі бір әрекет, сосын барып біз нәтиже болады екен да. Ол бір сондай бір дүние екен. Дәл сол манағы дауыста жаңағы оны бірінші бір хоть как-то жасадық, артынан өзімізді қарап, дауысым мына жерде ана басында өзің дауысыңды естуде жеркенішті ғой, манағыдай мынау менің дауысым ба деп адамдар не істейді. Бірақ біз соны қабылдап тыңдай алсақ, мойындап, мынау менің дауысым не удовлетворяет, жұмыс жаса дауысыңмен, дикциямен жұмыс жаса, сол, яғни барлық белгілі бір әрекеттерден кейін белгілі бір нәтижеге алып келеді. Енді жаңағы все гениальный просто дейміз ғой. Біз қанша жаңағы контент, жеке бренд деп айтамыз, біреулерге бір қиын бір дүние болып көрінуі мүмкін. Бірақ жаңағы япондық кайдзен философиясы бар ғой. Барлығы бір кішкене қадамдардан басталады деп. Яғни 10 километр марафон жүргізгің келсе, жай ғана аяқ киімнің бауын байлады, есік алдына шығып кет дейді да. Сен есік алдына шықсаң, сен қайттан кірмейсің. Ладно, бір жүгіре салайыншы дейсің. 1 километр жүгіргеннен кейін сен ладно, тағы қоса салайыншы дейсің. То есть барлығы жаңағы ми қорқақ, қол батыр, то есть көз қорқақ, қол батыр. Осы тұста енді көптеген көрермендер қазір қарап отыр. Көп адамның басты болі сол жеке брендті бастауым керек еді. Мен өзім сол адаммын. Мен осы январда жаңағы кешеде айтып жатырмын, басты жеке брендті бастауым себебі мен бизнесім банкротқа ұшыраттым. 4 жыл өндіріс саласында бизнесіміз ол керемет шоколад шығардық, пайдалы, жаңағы қантсыз, консервантсыз. Бірақ жеке брендің болмаса, белгілі бір аудиторияң болмаса, сен маркетингге көп ақша қажет болады. Сен жаңа инвестиция, финансирование тарту ауыр, саған ешкім сенбейді, доверие жоқ былай қарағанда. Мен сонда кеше осы пост салдым. Егер менің 100 мың аудиториям болса, мен дистрибьюторды әр қаладан жаңа супермаркеттерге жеңіл келетін едім, инвестирование жеңіл тартатын едім. Соңында бизнес жабылды, менің қорытындым осы болды. Мен жеке брендті қолға алуым керекпін. Өйткені келесіде мен не бизнес жасасам да, мен не әрекет жасасам да, менің аудиториям болады. Ол аудитория маған сенімі бар. Мен ол аудиториядан белгілі бір адамдармен коммуникация жасаймын, өнімдерім сатам, инвестиция тартам, то есть мүмкіндіктердің жаңағы несі ашылады. Есігі әлегерірек ашылады, былай қарағанда. Енді бізді қазір қарап отырған көрермендегі бір жаңағыдай базовый бір нелермен бөліссең, бір лайфхактармен, то есть неден бастап кету керек? Айналып келгенде қазақта баяғыда бір ертегі бар еді, мақта қыз деген.
мақта қыздың соңғы жағында әйтеуір бір ғана түйін, ол құйрықты алу керек. Но ол құйрықты алғанға дейін анаған бару керек, жеке брендті үйрену керек, мынаған бару керек, бухгалтерлікті үйрену керек, анаған бару керек, есіктің алдын сыпыруды үйрену керек, мынаған бару керек, тағы бір нәрсені алу керек. Ең соңғы жағында әйтеуір құйрықты алады. Енді дәл сол сияқты біздегі алдымыздағы шығып келе жатқан этаптардың біреусі, ең үлкені, қорқыныштысы, біз үшін қатты қорқыныштысы, біз клоундар жүретін орта деп санайтын сол бір камера ең көп ақшаны алып келетін сол жер негізінде. Мысалға менің өзімнің 140 мың оқырманым бар. Осы 10 күнде шығар енді бір 10 мың оқырман қосылған, оған дейін 130 мың оқырман тұрған. Негізі 130 мың оқырман бір айналдырған 3-4 айда жиналған. Просто одан бері мен тек қана жеке брендтерді көтеріп берумен ғана айналысып жүрмін. Как будто бір хоббиім айналып кетті. А негізінде оқырман өте тез уақытта жиналады. Және де барлықтарыңызға бірдей мотивация айтайыншы. Бұл құлақтан тебу немесе бір құлақтарыңызға бір жұмсақ кіру емес, немесе артқа кіру емес. Кез келген адам рилсқа шығатын болса бәрі жарады. Мейлі 18 миллион адам халық инстаграмға шығатын болса бәрі жарады. Просто контенттің тілін түсіну керек. Мысалға бүгіннен бастап бір 120 видеоны қолға алыңыз 120 күнге. 120 күн бойы салып келіңіз. Бүгін салдыңыз, ертең салдыңыз, барлығында барынша до обеда салып ұстауға тырысыңыз. Және видеоның бетіндегі мәтіннің санын көбейтпеуге тырысыңыздар. Күнделікті сала бересіз, 30-шы күнге жеттіңіз, түк нәтиже жоқ, 40-шы күнге жеттіңіз, түк нәтиже жоқ, 60-шы күнге жеттіңіз. Уже жаймен айналадағыларды зерттей бастайсыз. Білейді, анау не түсіріп жатыр, мынау не түсіріп жатыр. Соныкі сияқты түсіріп көрейінші. Түсірдіңіз, атты. Енді біз біреудікін көшірдік. Өзіміздікін шығарып көрейікші. Өзі 80-ші видеоға жеттік. 80-ге жеткен кезде өзіңіздікі пайда болды. Мен деген нәрсе. Менің видеом, менің өнімім, менің контентім, менің жеке менің брендім пайда болды сол кезде. Оған дейін біреудің бренді болған ол. Сол сәттен бастап адамда бәлкім 80-ші видео мен 120-ші видеоның арасында нақты жарқырау деңгейі пайда болады. Ал оған дейін ол тек қана динозавр болады. Ана Wildberries'та Wildberries екен кез келген енді бизнеста жүрген кезде оборотқа ақша таппай қиналып жүрген адам болады. Бір сыртынан қарасаң, қарызға сұрайды, ешкім бермейді. Ананы алып ағрана болып жұмыс істеп көреді, басқасы болып жұмыс істеп көреді, содан бір 15 мың теңге, 20 мың теңге салады, оборотқа теңге іздеп жүреді әйтеуір. Сыртынан қарасаң, ол адам бір іштей бүйтіп ойлауы мүмкін. Мәссаған, жұрттың бәрі әдемі өмір сүріп жатыр, мен ғана қиындықта өмір сүріп жатырмын деп. Контенттің 80-ші видеосына жеткенге дейінгі адам да сөйтіп ойлайды. Жұрттың бәрінікі шығып жатыр, менікі шықпай жатыр деп. Сыртынан қараған кезде именно сол адам бақытты. Сол адам ғана өзінің мақсаты үшін тоқтаусыз әрекет етіп жатқан адам. Ең бақытты адам сол адам негізінде. Уақыт өте келе сенің алдыңа нәтижең шығады точно. Кез келген адам, өткенде бір инвалид жігіт келді. Сыртынан қарасам, жасы 19-да. Сыртынан қарасам сау адам сияқты. Сөйлеген сөзіне қарасам, ол бұратылып кетіп отыр енді. Қиналып отыр, сөйлегеніне қарасаң сондай, сырттан қарағанда кәдімгі мүгедек. Бірақ мен ол жігіттің көзінен отты байқадым. Мен жеке брендті дамытқым келеді деп отыр. Бір сырттай болады ғой енді, адам болғаннан кейін аяушылық сезіммен жеңілдік жасап сол жігітке көмектесе салғанға келіп тұрады. Так, мен саған көмектесем, ешқандай да жеңілдік жоқ. Сен сау адамнан да артық білімдісің. Давай мен сені көтерем. Алдымда контенттерін түсіріп қойдым, шығарған жоқпын. Өзі что-то соңғы кездері кішкене қуып жүр, әлсіреп. Эмоционалды деңгейде, білмеймін, мүмкін семья жағынан шығар. Көзінде от тұр. Ол біліп тұр. Ұзақ уақыттың аралығында нәтиже шығатындығын. Өйткені ол да до этого, мысалға, автобусқа кіретін болса, білет, автобус қазір сілкінген кезде мен қайда барып сүйкенем. Алдын ала дайындалып жүреді бүкіл нәрсеге. Жасы 19-да, маған жасым 25-ке дейін жеке брендім дайын болу керек дейді. Уже до этого өзінің кірпішін қалап қойғысы келіп тұр ол. Өзі универде 3-ші курс оқиды, Астанада бірақ цехы бар. Қарап тұрсаңыз, бүкіл нәрсеге мүгедек бала алдын ала дайындалып жүр. Сау адамда ондай дүние жоқ. Сау адам тақалған кезде ғана істейді. Ой, менде бәрі бар ғой деп ойлайды. Атаңның басы бәрі бар. Жоқ сенде. То есть біз жеке брендке шығатын кезде бір нақты мақсат деп, мейлі сіздің телефоныңыз Huawei, Redmi болсын, қазір біз Алмат Сақатовтардың парақшасын қарай салайықшы. iPhone-мен түсірмейді ол кісілер. Redmi-мен түсіре салады, передний камерамен. Бетіне дәу шрифт жаза салады. Просто ол кісіде багаж бар ішіндегі. Және кез келген адамда да багаж бар.
ол кез келген адам ойлауы мүмкін менің ішімде түк жоқ деп. Олардың бәрінде айтатын дүниелері көп, менікі жоқ дейді да. Дейл Карнегиді оқиды, Киясакиді оқиды, немесе басқасын оқиды, Байдентікін оқиды, Трамптікін оқиды, Фордтікін оқиды. Фордтың да өмірі тура сенікі сияқты, Карнегидікі да сенікі сияқты, бедный папа, богатый папа тура сенікі сияқты өмір. Бәріміздің өміріміз сол бір 2000-шы жылдар мен 2010-шы жылдардың арасында сол баяғы әкеміз алқа, шешеміз анандай деген нәрсемен өстік қой. Соны алды әкесі, сенің де өмірің кино шығар. Біз алғашқыда белгілі бір оқиғаларымызбен бөлісіп, одан кейін барып өзіңіздің салаңызға қарай кіретін болсаңыз, адамдарға более сіздің жасап жатқан құндылықтарыңыз өте бастайды. Жасап жатқан контенттеріңіз өте бастайды. Сразу мамандықпен кіретін болсаңыз, мынау қайдан шыққан бәлей деп шығады. Сіз хотя бы алғашқыда историяңызды түсіндіріңіз. Мен Ұйғыр ауданының атын өзгерте алмай жүргеніме біраз уақыт болды. Қиналдым біраз. Бәлкім трассасының салынуына көмегім тигізген шығармын. Анау ауылға кіреберістегі мүсіннің салынуына көмегім тигізген шығармын, бірақ ауданның атын ауыстырамай қойдым. Өзімнің туған жерім болғасын ба екен, мен үшін ыстық деп айттым, болды, жол менің туған жерім екендігін көрсетіп айтып тастадым. Енді жаймен мектептегі қиындықтарыңды айт. Класстағылар барлығы мен оралман деп айтатын. Просто мен көрші ауылдан көшіп келгенім үшін. Сырттай қарасаң, олар барлығы да бақытты өмір сүріп жатыр. Барлығы өздерімен бірге әдемі, өздерінің бір кругтары, достары бар. Маған жолағысы келмейді. Мені шеттетеді. Бірақ іштей бір сезім болатын. Осылардың алдын қайтып орап кетсем екен. Осылардың аузына қалай бір қақпақ жапсам екен. Шаман келмейді, бірақ ауылда сен кішкентайсың. Өскен кезде мен осындай нәрсе істеп кетемін деген нәрсе ойда болмауы мүмкін, бірақ іштей бір ыза болады класстастарыңа. Деп мысалға контент айтатын болсам, уже сен мектепте қалай оқығаның көрініп тұрады. Оқиғаңмен бөліскен кезде. Қызбен жүрген алғашқы танысқан қызыңның сәтін айт. Сол кездерде мен қызмен тастап кеткен кезде, болды, мынау мен кедей екендігімді көріп лақтырып кетті ғой. Мен бұған дәлелдеймін дедің да бизнесқа келдің. Алда айт. Бизнесқа қалай келгенді айтып тұрсың уже сен. Қызбен қалай танысқаныңды айтып тұрсың, қыздың қалай лақтырғанын айтып тұрсың. Өзіңнің өміріңде. Бәлкім әкең, шешең әлі квартирада тұрып жатқан шығар. Өзіңнің квартира сатып алғаныңды айт. Біздің әулетімізде қаншама жылдар бойы үй болған жоқ. Біресе ананың үйінде, біресе мынаның үйінде тұрып жүрдік. Шүкір. Барымызды жоқтатпай, көрсетпей, әйтеуір тығылып жүріп, жасап жүріп, тоқтамай еңбек етіп жүріп, әйтеуір соңғы жағында үй алдым. Оны айт. То есть біз өзіміздің историямызды дәл осылайынан тізбектеп айтып келе жатып, адамдарға менің кім екендігім уже түсінікті бола бастайды. Жеке бренд деген сол. Одан кейін барып қана біздің жасаған өніміміз шығады. Өніміңізді шығармай та қойсаңыз болады. Неге өйткені жеке бренд деген ол менің түрім, ол менің өмірім. Адамдар менің өміріме қызығу арқылы ғана маған тіркелді. Демек, менің ең құнды ақшам сол. Мен демек кез келген өнімді сата аламын. Қазір Гранд Парктан белгілі бір дүкенді ашып, сол жерге жарнама жасап, сол жерге клиент шақыра аламын. Дәл қазір дауыс қоюдың курсына продажа ашып, дауыс қоюға шақыра аламын клиенттарды. Немесе мен Reels-тың продуктысын дайындап аламын да, Reels-ті үйретемін деп продажа аша аламын. Айналдырған 1-2 сағат эфир жүргізетін болсам, жеке брендім дамыған парақша, 140 мың оқырманым бар, эфирге кіремін де 2 сағат тоқтаусыз отырамын да 3 миллионды қағып аламын. Және бұл таза табыс. То есть біз керек дүниені алдын ала хотя бы бізге не керек именно жеке брендте өзіңді таныстыру. Мұқият ойланшы, сен төсекте сүйіп қойдың ба бала кезде? Давай соны айтайықшы. Түс көріп жатқанмын. Білмеймін, түсте шыққым кеп тұрды. Байқамай кетіп қалды, түсініксіз бір кезде жылып кетті. Таңертең тұрып қалсам уже көл. Айт әкесі, біреу үшін ұят шығар. Бірақ ертеңгі күні ол Инстаграмда сенің түріңнің халықтың ортасына шығуына көмегін береді. Уже назарың ауды ма, халық назары саған аударды ма, болды, кез келген өнім сатаң өте береді. Хейт деген уақытша ғана нәрсе екендігін ұмытпауымыз керек біз. Бізде мынандай нәрсе болу керек те. Мына өткенде көрпеге сиіп қойдым деген бала емес па? Деп бізде еске алатындай деңгейде бір нәрсеміз болу керек. Ақботаның қазір бәрі жасым 33-те 25 деп айтады. Анау сол қыз емес па? Мен де көшеде мысалға кетіп бара жатсам, курьер балалар тоқтатып алады да, ағасы дауыс қоясыз ба деп сұрайды. Дәл сол сияқты кез келген адамның да өзінің бір нәрсесі болу керек. Эксперттілігін осы арқылы және дамыту керек. Алып келу керек. Сразу экспертность шығаратын болса, қадалады. Ментор, наставник деп жазып қояды.
ол ішінде түк жоқ. сенің жаңағы ең бірінші адам сол жағынан кіреді дейсіз ғой. Иә. То есть контентті ең бірінші сенің қаншалықты эксперт екендігің емес, сенің қаншалықты контент жасай аласың. То есть кім екендігін контентті жасау арқылы жасау кезінде жеткізу керексің. Сосын мына мысалға енді шын мәнісінде енді қазір жеке бренд сол контентке келіп тіреледі. Контент бүгінгі күні Reels форматы, YouTube Shorts, TikTok, яғни мынағыдай короткий жаңағыдай видеолар, клиповый мышление алып келіп отыр адамдар, жаңағы тез былай айтқанда ойланбайды да. Енді осындай YouTube форматтар кішкене осы тақырыптарды бүйтіп кеңінен ашып, манағыдай түсінбей жатқан адамдарға бұл дүниелер не үшін жасалып жатыр, оның артында не жатыр, осы целый жаңағы мақсатымыз осы ғой, енді осы философиялық тұрғыда жалпы оны бір ар жағындағы бір жаңағы бизнес тұрғысында оны жеткізу, иә. Және де қазір айтқым келгені просто қаншама мамандар бар, иә. Мысалға мен өзім жасанды интеллект тақырыбында өзім контент жүргіземін. Жаңа сіз айтып жатқан 80 сүр, 90 сүр сен түсінбейсің, бірақ бір күн түсінесің жатыр. Мен сол 150-ден кейін барып түсінген адамдардың бірімін. Оған дейін мен ананы да түсірдім, мынаны түсірдім. Өйткені мен өзімді іздедім. Мен жаңағыдай адам ретінде жаңағыдай көптеген жолым бар да, кәсіпкерліктегі жолым бар, психологиялық тұрғыдағы жолым бар. Мен өз-өзіме көп жұмыс жасадым. Психотерапия, жаңағы гвоздистояниеда 500-ге жуық адам тұрғызам, регрессологты оқыдым, ана школа гипнозы, сюцай оқыдым. Оның барлығы менің белгілі бір кризис арқылы жаңағыдай бір қиналып жүрген кездегі білім алып, тәлім алып, сол арқылы өзімді танып, оның барлығы айта берсе үлкен әңгіме. Оның бәрі қызық. Ананы да түсіресің, мынаны да түсіресің. Сөйтіп шынайы дәл қазір маған не қызық, қай салада мен дами аламын деп жасанды интеллект бағытына келдім да. Былай қарасаң, өзім 2023-тен белсенді қолданамын. 15-18 жыл аралығында криптовалют саласында болдым. 2017-те мен YouTube канал ашқан екенмін да. Биткоин туралы айтып, манағы орысша видеоларды осылай переводтап салып, дауысы жаңағы не болса да, сол бір бұрыннан бері ішімнен бір шыққысы келіп тұрған бір дүние екенін мен сосын барып түсіндім да. 2019 жыл жаңа VR, AR технологиямен Турцияда бір инвестициялар болып, бір кісілерге көмектесіп сөйтіп жүрдік. Сол бір жаңағыдай IT саласы маман емеспін, бірақ именно өзім как жаңағыдай гуманитарияда, бірақ сол саланы жаңағыдай адамға жеткізе білетін медийналық тұрғыда сол саладағы бір жаңағыдай жасанды интеллект тарапында жасанды интеллектуал контент жасау, жасанды интеллект туралы адамдарға обзор жасау. Осы тақырыпта бір өзімнің бір мықты бір күшімді көре бастадым. Опять-таки сразу емес, бір 200-ге жақын роликтан кейін адам өз-өзімізді біле бастайды екенбіз да. Ана Марғұлан аға айтады ғой, мен миссиям әрқашан өзгеріп отырады дейді да. То есть өзгергенде ол өзгермейді, ол уақытпен ол не істей береді, үшкірлене береді екен да. Яғни ол бір кездерде помочь людям, жаңағыдай помочь обществу во благо деген сияқты айтты да. Артынан помочь людям быть эффективными дейді да. Яғни ол нақтылық пайда бола бастады да. Әр кез осы тұрғыда жаңағы сөзге оралатын болсақ, жалпы контентті мына бір белгілі бір статистика бойынша 1% адам контент жасайды екен да, 90%, 99% адам тұтынады екен. Осы тұрғыда енді қазір сосын бір сөз маған өткен жаңағыдай, қазір кезде ең мықты өтетін өнім ол нан емес, жаңағы өнім емес, ол контент екен. То есть қарайтын болсақ, яғни контентті қазір сен автобуста жүрсең де, қайт метроға барсаң да, сабақта отырсаң да, бизнес бір кездесуге барсаң да, барлық жерде адамдар телефонда отырады. Даже бүйтіп кездесейік, сөйлесейік деп кездесуге барсаң да бәрі телефонда отырады. Яғни контентті бәрі тұтынады. Біреулер айтады, жаңағыдай, осы камера қарап қойып не түсіреді деген сияқты. Бірақ дәл сол уақытта өзі телефонда отырып контент тұтынып отыр да. Былай қарасақ. Енді мысалға мынадай нәрсе бар, мына қарап отырған жерде эксперттер көп. Мысалға бір эксперт 10 жылдық тәжірибесі бар. Жаңа сіз сияқты дауысты қоюмен айналысады. Ол керемет тәжірибесі бар. Американдық школаны оқыды, ана школаны керемет тәлім алды. Жаңа өзінің қабілетін арттырып отырады, үнемі семинарларға барып. Мыңдаған адам кейстер бар. Екінші адам бар, ол сіздің бір курсыңызды оқып қалды. 2-3 айлық бір тәжірибесі бар, контент жүргізіп бастады. Бірақ ол миллиондық табысқа шығып кете алады да. Контенттің арқасында. Және де аудитория мана 10 жылдық тәжірибесі бар адамға бармайды, мына адамға барады, 2 жылдық. Енді бұл жерде біз кімге ренжиміз мысалға? Ана адамның енді бір несі бар, реніш болады. Мен 10 жылдық тәжірибесі бар, мына боқмұрындар келіп клиент алып жатыр, менен 5 есе чегі жоғары қояды дейді да. Енді бұл жерде
менің жаңағы көзқарасым, мен айтамын да, сіз өмірмен күресіп жатсыз деймін да. То есть өмірдің, Құдайдың белгілі бір талаптары бар. Мен жалпы контентті, жеке брендті кеше бір немде айтқан, ол рухани жол деп. Өйткені жалпы мына өмір негізі түсінікті ғой. Өмірде белгілі бір өзінің заңдылықтары бар. Яғни сен өзіңнің қабілет қасиетің бар. Құдай саған бойыңа дарытқан, соны аш, сөйле. Ары қарай ашыласың. Ары қарай өзіңнің манағы туа біткен қасиетіңді ашасың. Ол рухани жол мен үшін, жеке бренд. Сол тұста сіз керемет маман ретінде ашылдыңыз, бірақ сіздің екінші бір тұсыңыз бар. Ол масштабирование. Сіз яғни ары қарай өсу үшін масштабқа шығу керексіз. Ал ол жолда қорқыныш деген дүние бар. Белгілі бір дискомфорт, комфорттан шығу керек. Соны егер жеңе алсаңыз, сіз өзіңіздің жаңа бір деңгейіңе шығасыз. Ал ана бала сол тұрғыда сізден мықты. Ол жеңе білді, ол шыға білді. Осы тұста менің ойымша енді ренжудің қажеті жоқ. Біз өмірмен күреспеуіміз керек. Өмірдің талабы контент түсіру деген. Соны түсіру керек, соны қайталау керек. Сол кезде эксперттер жаңа сіз айтқандай, жаңа сіз айтып жатсыз, уже маған инсайттар болып жатыр да. То есть кез келген адам дейсіз, 18 миллион адам шықса, бәрінде мүмкіндік бар. Және жаңағы аудиторияны мен көп емес, бірнеше айда жинадым дедіңіз да. Және де кез келген адам 100 миллион, 140, жаңа 100 мыңдық, 140 мыңдық аудиторияны тез жинай алады дедіңіз да. Мен өзімнің жаңа мақсатым бар, жаңа жылға дейін 100 мың подписчик жинау деген. Мен мына қазір 10 мың подписчигімді соңғы бір айда жинадым. Ал енді мен уже андай ой келді, сіз айтып жатқан кезде, жаңа жылға дейін емес, мүмкін 1-2 айда ұрып тастайтын шығармын деген сияқты. Күздің соңына дейін. Сондай бір нелер келіп жатыр да. Демек, біз осы жолға тұратын болсақ, біз әрекет жасап бастайтын болсақ, біздің өз-өзімізге деген сеніміміз арта береді. Және мақсатымыз өзгере береді, және ол жаңағыдай күшейе береді. Осындай бір көрермендермен бір бөлісе кеткім келді. Енді осы тұрғыда бір эксперттерге жаңағы кішкене бірінші біз кішкене енді бастаймын адамдарға айттық қой. Енді бір эксперттерге уже осы жолда жүрген, ары қарай бір 5 мыңға келіп тіреліп қалады. Стеклянный потолок деп айтады бизнесте. Немесе жаңағыдай 10 мыңға тіреліп қалады, ары қарай өспейді. Соларға бір лайфхак кеңестеріңіз. Масканы шешу керек. Өтірік мәдениетті болып қажет емес камераның алдында. Мейлі мәдениетсіз бол. Хейттен қорықпау керек вообще. Хейттің уақытша екендігін түсіну керек. Ақбота ханымның маған қатты ұнаған тұсы, хейттен вообще қорыққан жоқ. Мен де соған риза болдым ол кісіге. Жұлып алып кетті кәдімгідей. Айттым, істеді, түсті, болды. Менің жұмысым монтаждап, сценарийін жазып, шығарып беру болды. Рахаттандым жұмысын істеген кезде. Мен осы уақытқа дейін 40-тан астам эксперт шығарғам. Ішінде қаншамасы маған қарғыс айтып кеткендер де болды. Тексіз, намыссыз, арсыз, бір нәрсе, ұятсыз деп жіберді. Бір видеодан сынып қалады. Бір видеодан просто так сынып қалады. Эксперттер де анандай да. Мен әдемі, мәдениетті, имани, тек сол жолда ғана көтерілгім келеді дейді. Атаңның басы көтерілесің ол жолда. Красавчик болып көрінгісі келеді. Қолдану керексің жан-жақтың барлығында. Прям кәдімгідей қолдану керексің. Мысалға, допустим, сіз бір 50 миллионға үй алдыңыз делікші, бір 50 миллионға бір кредитке үй алдыңыз делік. Мейлі жақсы бір оның бір 20 миллионын жауып тастадыңыз уже. Енді ар жағында 30 миллионы бар. 30 миллионды сіз әдемі, мәдени, иманды бір күшті жолмен таба аламын деп ойлайсыз ба? Ай сайын 2 миллионнан артыңыздан қысып тұрады тап деп. Жоқ. Және де ол жерде айтып жатқан мәдени имандылық негізі жақшаның ішінде ғой. Шын мәнісінде ол относительно да. Біздің жаңағыда имандылық не дегеніміз, шын мәнісінде біздің защитымыз да, маскамыз да. Ал ол масканың артындағы шынайылығымыз, нағыз біздің болмысымыз. Біз сол рамканы шешкен кезде, жаңағы сізге ай сайын 2 миллион табу уже нормально бола бастайды. Так, барамды қазір мен ана жерде газовать етіп кетем, тауып алам. 500 мың таптым. Хорошо, тағы да бір жерге барам, газовать етіп жүрем. Контентке шықтым, газовать етіп жүрем. Болды. Эфирге шықтым, плотно 3 сағат маскамды шешемді жіберем әңгімені. 2 миллион тауып алам. Болды, квартираның теңгесін жауып тастаса сразу. То есть бізде анау өтірік маскамызды шешу керек эксперттерге. Маған келетін кезде айтады, "Ой, мен жіберем." Көрем ғой шешкен жібергенімді. Эксперттер мен блогерлердің жалпы айырмашылығы осы жерде ғой. Блогерлерде ондай қорқыныш жоқ, олар енді аудиторияны жинап алды. Бірақ көп блогерлардың аудиториясы мықты болғанмен де оларда сапа жоқ. Былай айтқанда аудиторияның көптігі ол жаңағы табыстың немесе бір целевой клиенттарының бар деген сөз емес қой. Оған соқпайды ғой. Оған соқпайды. Мысалға мендегі 140 мың оқырманым осы күнге дейін маған бір 250 миллионға жуық теңгені таза табыс қылып әкеліп берген.
мініп жүрген Теслам немесе сатып алған үйлерім, оның барлығы да осы бір Инстаграмдағы жасап жатқан жұмыстарымыздың арқасында. Халық сол нәрсені түсіну керек, эксперттер. Так, мен сапалы контентті жасау үшін тоқтаусыз газовать етіп шығамын. Нақты нәрсені айтам. Так, таңертең ерте ұйқыдан тұрып дәл осы дауысқа арналған 3 жаттығуды жасайтын болсаң, сіздің даусыңыз абсолютно өзгереді. Тоныңызды көтересіз уже сөйлеген кезде. Езіліп отырып сөйлемейсіз да. Рух дейсіз ғой. Рух болу керек. Дух болмаса өкінішке орай. Бұл жерде үлкен дух керек қой негізі жеке брендке. Керек. Сонымен шығады. Видеосы өтеді, қаралым жиналады, дайректіне белгілі бір сообщениялар келіп бастайды. Үйретесіз ба деп. Уже болды, саған клиенттер келді. Сен ол клиенттарды белгілі бір барахолканың точкасына барып, арендаға алып миллионға. Одан кейін барып сол жерде тұрып, бір айналаңыздан өткен 5-6 адамды сындырып тұрмайсыз. Прямой видеоңызды жібердіңіз, 500 мың адам қарады, 500 мыңның хотя бы 5% конверсиясы деп айтайықшы. Мейлі ол 100 адам болсын, мейлі ол 250 адам болсын, сізге келеді де жазады. Үйренгім келеді деп. 250 адамның ішіндегі 10 адам сатып алсын. Мейлі 20 адам сатып алсын. 10 мың теңгеден сатып алған күннің өзінде 200 адам уже біршама сумманы сізге әкеліп береді. Мейлі 20 адам сатып алсын. То есть біз түсінуіміз керек, бізді эксперт ретінде шыққан кезде газовать ету деген нәрсені, рухты ояту деген нәрсені түсінуіміз керек біз. Өкінішке орай ол нәрсе болмаса қиын. Осы тұрғыда мен ойлаймын, негізі әркім, мысалы көп адамдар бұл жерде ең бірінші психологиялық шектеу ғой. Сіз айтқан түйсік, біздің барлығы бұл жерде баста жатыр, санамыздағы шектеулер, жаңағыдай ауылды жерде өседі, анау болмайды, мынау болмайды. Мен өзім Құлсарының тумасымын, былай айтқанда көшеде өстік, по пацански, ана жерде былай, ана жерде былай. Братва. Жаңағыдай анау жерде жаңағыдай өзіндікін жібермей деген сияқты, мынау ұят, мынау жігітше, то есть. И оның барлығы біздің шектеулеріміз ғой, белгілі бір. Ол уже біздің жаңағы орта бізді формировать етіп бастаған. Енді өз басым мен көп психологтармен жұмыс жасадым жалпы. Қазір Қазақстандағы топтар, Егер Кейім сияқты, кеше ертең Сәуле ханым, энергопрак, көптеген кісілермен энергия деңгейінде, психотерапия деңгейінде, артынан белгі бір методикалар болды, Саджим Асан деген, соның методикасымен 1 жыл өз-өзіме жұмыс жасадым. То есть өз-өзіңде проработка жасауға болады, белгілі бір алгоритмдерін. И оның барлығы менің әртүрлі шектеулерімді алып, соңында вообще өмір негізі басқаша негізінде. То есть енді сіз айтып жатқан жаңағыдай, манағы айтып жатсыз, адам алу керек те камераны алып сөйлеу, бірақ оның ар жағында үлкен қорқыныштар жатыр да. Немесе жаңағыдай адамға рух оятып, ол жерде ақшаға қатысты шектеулер, жаңағыдай микрофонға сөйлеп бір өнім сатсам, мен инфо-цыганмын, мынаны істесем мен анаумын, анау істесем менің достарым не айтады деген сияқты үлкен. Осы тұрғыда жалпы сен өз жолыңда қалай болды жалпы осындай? Сен енді сенің жолың басқаша менің түсінуімше, жалпы осы тұста мына санадағы шектеулерге қандай бір тез жолдары бар? Вообще психологтармен жұмыс жасау, осы тұрғыда сен қалай қарайсың, өз көзқарастарың? Вообще келіспеймін психологтармен жұмыс жасауға. Мүлдем кәдімгі психологтың есігін ашып көрмеппін осы күнге дейін. Және бірде-бір курс сатып алып көрмегенмін осы күнге дейін. 5000 теңгеге есімде, осыдан бәлкім 4 жыл бұрын Данияр Жігітбектің бір марафонына қатысқам, есімде әйтеуір. Одан бері тірі жанның курсын сатып алып көрмеппін. Психологтарға совет бермеймін баруға. Егер адам бір нәрсені бастағысы келе ма, қорқып тұр ма, камераның алдына шығуға, просто ол адамға ақша керек емес. Ол адам өзінің қарызын жапқысы келіп тұрған жоқ. Ол адам сөйтіп мал болып жүргісі келіп тұр. Просто сөйтіп жүргісі келіп тұр. Егер оған ақша керек болатын болса, ол қазір духын жинайды да, ұяттың барлығын есіктің алдына тастап кетеді да, шығады да сөйлейді. Просто қажет емес оған. Қажет болса шығатын еді. Мысалға, мен қазір колесаға кіргенде бір машинаға заказ бере салайын. Көрейін, кредитпен шығам екен. Допустим, бір 10 миллиондық машинаға жібердім делік заявка. Алдыда машина шығып кетті, маған одобрение бере салды. Енді менде первоначальный взнос жоқ. Бір кемде 4 миллион табуым керекпін. Маған ана ақша өте қатты қажет. Не үшін өйткені мен машинаға заявка беріп қойдым. Машина маған осы күнге дейін арманым болған алу. 4 күннің ішінде табуым керекпін мен. 4 миллион теңгені. Или 3 күннің ішінде табуым керекпін. Өйткені клиентпен 3-ші күн кездесем деген сияқты. 3 күннің ішінде қай жерге барам, әйтеуір табуым керекпін, табам, туам. Или, допустим, менде қазір аяқ асты бір денсаулығым сыр беріп жетті, бір больницаға барам. Дәрігер тұрады да, Әлішер, дайындала бер. 47 миллион сенің денсаулығыңа қажет, операция жасатуың керексің. Сен думкаға кіріп жылап тұрмайсың. Туасың анан. Психологқа барып, мен психологиям түзеп беріңізші, мен 47 миллион.
барасың да табасың ананы. Тура сол сияқты камераға шығуда. Ол бізге керек, просто ақша. Керек болғаннан кейін жасаймыз. Менің дауыс қою сабағымды сатуымда, рилсті сатуымда маған қажет болғандықтан ғана саттым. Менің творчеством шығар бұл нәрсе. Кез келген ақын да, әнші де, музыкант, аранжировщиктің барлығы да өздерінің нандарын осы арқылы табады. Музыкасын қажеттілікпен ақша керек болғандықтан сатады да сол арқылы табысын табады. Менің де жұмысым сол. Белгілі бір өлеңді бір ортаға барып оқып беретін болсам, ол жақта маған ақша керек болғандықтан барамын да оқып беремін. Кейде бір жандандырып, бір өзіңнің творчествоң болғаннан кейін тегін оқитын кезің болатын шығар. Бірақ басқа уақытта бізге ақша керек деген нәрсені түсінуіміз керек біз. Аслында комментарийға жазу мүмкін, ақшаның құлы бір нәрсе. Мен құл бола салайын лучше. Просто та кедей болып өлгеннен қарағанда. Маған керек, нормальный өмір сүргім келеді. Керек болғаннан кейін мен сол нәрсеге түсем и шығам. Психологқа бару, басқасына бару, нафиг бос әңгіме. Шынымен сондай. По факту келген кезде. Осы рилс атады деп ойлаймын. Мүмкін енді ол нәрсе. Сіз ол жағынан енді мастерсіз ғой. Әрине сол енді осы тұрғыда енді адамдар жаңағыдай бес саусақ бірдей емес дегендей әртүрлі адамдар бар. Сізбен де келсем жаңағыдай өз басым осы қажеттілікпен келдім ғой мына жеке брендке, өйткені бизнесім банкрот болды. Жеке бренд қаншалықты маңызды екендігін түсіндім. Санама түйсігіме тиді сол. Осы 4 жыл бұрын манағыдай бүкіл өндірісімнің бұрыш-бұрышын түсіріп салып манағыдай белсенді жүргізетін болсам, мынадай жағдайға түспейтін едім деген сияқты бір өзімнің жаңағы талдауымды жасап, сондай бір неге келдім былай қарасаңыз. Негізі бұл нәрседе сізге дұрыс болған шығар. Әрбір нәрсенің артында қайыр бар. Оған да әрине оған. Ол сабақ, күшті бір сабақ. Иә. Сол нәрсені істеу арқылы сіз қаншама білім алып алдыңыз деген сияқты. Иә. Тәжірибе ол ең жаңағы кез келген психологтан 10 есе артық ұстаз ғой, жалпы тәжірибе деген. Тәжірибе құсап ешқандай гуру да психолог та үйрете алмайды, әрине. Өткенде бір шаштаразда шаш қидырып жатсам, шашын жасап жатқан түрік жігіт енді барынша арабша амандасып, бір арабша сөйлеп жатыр. Маған өзі ұнамайды жалпы. Арабша сөйлеу, өзіміз Нарынқұлдың жынысы болғаннан кейін бе екен. Жалпы сақал деген нәрсеге жаман жыным келетін адаммын. Ана кісі сөйтіп бір жұмсақ сөйлеп бір кіріп жатыр да. Осы не үшін кірді екен сұрап көрейінші осы. Не үшін арабшаны жаңағындай әдемі болып сөйлеп жүр. Сөйтсем, үйінде бір қызы бар екен, жасы 12-де. Инвалид. Орнынан тұра алмайды, өзі тамақ іше алмайды, сөйлей алмайды, дұрыс көре алмайды, құлағы дұрыс естімейді. Апармаған жері жоқ. Құр үйінде жатыр. Қарап тұрсаңыз, ол адамның табыста табады, қараша әкеліп береді. Анандай да қазақтардың жиі айтатын баламен сынамаса екен деген нәрсе ше. Лучше әкесі 1 миллиард қораға кіре салайыншы, одан мен шыға аламын. Бірақ ана проблемадан шығу деген мүмкін емес те. Бәлкім ол сәби өмірге келетін кезде сразу өшіру керек пе еді. Өсіріп алдым, енді не мен оны мына жаққа жібере алмаймын, не мен оны емдей алмаймын. Просто көз алдымда анау менің бүкіл өмірімді кәдімгідей ұстап тұрады. Лучше мен соның орнында сондай бір проблеманың орнына кіре салғаннан қарағанда миллиардқа кіре салсам әкесі қарызға. Или бизнесім банкрот болса жақсы болатын еді. Шығарып алатын жақсы білемін ғой, жолдың қандай жолдар бар екендігін. Ол бір емделмейтін ауру емес. Емделетін жолдар бар, шығатын жол бар. Жаңағындай выход емес те. Адамдардың да бүкіл проблемалары сондай. Аяқ қолың сау ма? Шықсай, артыңда азар кетсе бір 50 миллион теңге шығар қарызың. Шығуға болады нормально. Просто анандай да. Біздің артымыздағы проблемаларымыз нафиг бізге керек емес. Бізге тек алдымыз ғана керек. Сіз артыңызда мен камераға бұрын анандай жерде ит істеп алған еді, содан қорқам. Керек емес қой саған иттің істеп алған. Қазір сен ит қасыңда тұрған жоқ қой камераға түсіндірген кезде. Тек қазіргі сәт дейсіз ғой. Қазіргі сәт сендегі жаңағы 50 миллион жаба салу керек. Енді шығасың да камераға әкесі өзіңнің өмірің таныстырасың да. Жаңағы айнытқандай, былай деп айтайыншы, 3 ай. 3 айдың ішінде 50 мыңнан асыра оқырманды өте оңай, оптимальный вариантты жинап алуға болады. Өте тез. Тіпті Баяшат деген жігіттікін 75 мың оқырманнан 185 мыңға бір аптада жеткізіп берген. Бір видеоның арқасында. Көбіне көп ондай кезде бірнеше рилстер алып келеді. Бір рилс алып келді. Бір ғана рилс. 6,5 миллион просмотр жинады. Оған айтам, Баяшат, давай Қытайдың тиктогын қарада, маған түрлі лайфхактарды алып кел, қытайлар не түсір еткен. Соларды көріп аламда, қазақша бір әдемі бір лайфхак ойлап табамыз да, соны айтқыздырам Баяшатқа. Анау жарат. Просто соңғы жағында ескертуіміз керек бізде. Ей, халқым, мен өздерің секілді қарапайым ғана қазақтың қара баласымын. Өздерің секілді осы бір
жаңағындай ас үйде әртүрлі тамақтарды жасап қымбат бағада сатып жүрген жанмын. Мен де сендерге осындай әдемі тамақтар жасауды үйретемін. Парақшама тіркелетін болсаңдар неше түрлі видео бар деп түсіндіруді айтпаймыз да біз соңғы жағында. Мен Баяшатта сол нәрсені жақсылап тұрып қолданғам. 6,5 миллион просмотр жинады. Соңғы жағында қарапайым түрде халықты өзіне шақырды. 110 мың оқырман қосылды мысалға бір аптада. Керемет. Жалпы керемет бір әңгіме дүкен болып жатыр. Менің ойымша мына көрермендерге белгілі бір ойлар, түйіндер, инсайттар алып жатыр деп ойлаймын. Жалпы Әлеке, мына кішігірім конкурске қалай қарайсыз, егер белсенді көрермендердің артында бір өнімдеріңіз ба, бір нәрсе бір ойнатып жіберсек? Егер де енді ол эксперттер немесе адамдар, олардың қаржылық деңгейі қандай деңгейде екенін мен білмей тұрмын да қазір. Бір нелерге жеке бренд туралы сізден бір консультация алса бір адамға. Болады. Қазіргі офлайндағы консультацияның бағасы 150 мың, сол консультацияны тегін бере аламын. Бір консультацияны тегін, яғни құны 150 мың тұратын консультацияны егер осы видеодан, подкастымыздан белгілі бір түйін ой алсаңыз, жаңа инсайт деп айтамыз, сонымен бөлісе кетсеңіз, ең мықтысын Әлекең өзі таңдайды және де өзінің